Сүйіктілер, шын ғашықтар, Назымды ортаға шақырам. Назым, қалыңыз қалай? Кеше болмадыңыз, дайындалдыңыз. Дайындық қалай? Шүкір, жақсы. Қобалжу бар ма? Әкем не дейді екен, анам қалай қабылдайды деп. Ондай қатты қобалжу жоқ енді, бірақ үйдегілер асығып күтіп жатыр. Кәдімгідей күнде звондап уже не істейміз, қалай күтеміз деген сияқты сұрақтар. Как будто мен қонақ күтетіндей. Және білуімше бүгін эфирден кейін бірден жолға шығайын деп жатырсыздар, иә? Алла қаласа. Тамаша, жол сапар сәтті болсын. Ал дәл қазір біз студиямызға Әрсенді шақырамыз, келіңіз. Қош келдіңіз. Көргенімізге қуанышымыз. Әйтеуір құр қол келмейтін бір жақсы әдеті бар біздің Әрсен мырзаның. Назымды қуантып тұрады. Назым, не бар екен ішінде? Гүлдер мен тәттілер ғой. Гүлдер мен тәттілер. Тамаша. Керемет. Ал тағы да қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы ма барлығы? Аллаға шүкір, бәрі жұмысыңыз қалай? Иштегі адамдар қалай? Бәрі күшті, керемет. Сол жұмыс былай қарасақ, в принципе, уже аяқтап қалдық проектті. Бұйырса, мына бір күн қалды. Сонымен қолымыз біраз босайды. Бұйырса, бүгін сол жолға шығайық деп жатырмыз. Естіп жатырмыз. Бір толқу бар ма? Сізге қараса мүлдем бір қобалжымайтын адам сияқтысыз. Шыны керек, бұлай енді қатты қобалжу жоқ. Өйткені енді шынымен жаңағы сезім бар болғаннан кейін, шын ниет бар болғаннан кейін, ол нәрседен қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан ондай қатты қобалжу жоқ. Бірақ енді қалай қабылдайды, соған біраз кішкене бұлай қобалжу бар. Шыны керек. Бұлай негізі бәрі жақсы. Әйтпесе барлығы керемет дейсіздер. Керемет, бәрі күшті. Сонымен алдында Диаспен тағы да кездесу болды, барып тамақ ішіп, біраз отырып. Сонымен отырып Диаспен сөйлессек, Назымды айтады. Енді Назымға бір 5 минут па 10 минутта көңіл бөлмей қалдық. Екеуміз әңгімеге кірісіп кеттік. Сол Назым айтады, сіздер онда сендер отыра беріңдер. Мен онда кете берейін, екеуің қала беріңдер деген сияқты. Сол Диаспен жақсы тіл табысып жатырмыз. Содан кейін отырмыз да, енді мен ол кәдімгідей енді бұйырса уже 11-ден 12-ге кетті. Уже кішкентай бала емес, енді бір шетінен де уже бәрін білет түсінеді. Сон Диасқа айтып жатырмын да, енді былай орысшада сөйлейді екен, сон екеуміз әңгімелесіп, я говорю, Диас, ты знаешь, я тебе хочу кое-что сказать, дедім. Бүйтіп маған қарап отырды да, говорит, ну да, ладно, говорите, дейді. Я говорю, ты не против? Если честно, мы с твоей мамой хотим пожениться здесь. Диас говорит, а я уже знаю, дейді. Я, откуда знаешь всем? Ну, я уже чувствовал. Я говорю, ты не против? Нет, почему? Говорит, я только рад деп, сөйтіп Диас. Мәссаған, қандай диалог керемет. Сонда сөйтіп Диасқа да енді бір ауыз сөз айтылды. Ол да дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Алдынан өттік дейсіздер ғой, Диастың алдынан өттік. Түсінікті. Назым, сіз өзіңіз Диаспен бұл жайлы сөйлескен бе едіңіз негізі? Осылай жалғасып жатыр, мынадай дүние болайын деп жатыр деп. Жоқ, енді сол нағыз тұрмыс құру туралы сөйлескен жоқпын, бірақ енді Арсен ағаш жайлы былай сөйлесем ғой. Ертең күні қалай қарайсың, егер жаңағы бірге тұрып атсақ деген сияқты сөйлескем. Қарсы емес ең бастысы. Қарсы емес. Арсен ағасын ұнатты ма енді? Ұнатты. Енді баланың несі алдамайды, баланың көңілі. Бірден жақсы адам екенін сезді. Футболды жақсы көреді екеуміз сол видео қосып, футболға кірісіп әңгімелесіп кетеміз. Кәдімгі уақыт қалай өткенін білмей қаласың. Ол да футболды жақсы көреді екен. Сонымен бірақ екеуміз екі командаға бөлек болеть етеді екенбіз. Соны айтып, қалжыңдап айтқаным ғой, футбол қараған кезде екі бөлек отырамыз. Футбол біткенше сөйлеспейміз. Футболдан кейін ары қарай сөйлесіп кетеміз деңіз. Сондай. Түсінікті. Ал Қызылордаға Диас сіздермен бара ма, әлде Алматыда қала ма?
Жоқ, Алматыда қалады, осында туыстарым үйіне қалдырып кетемін, ол баланы босқа жолда шаршайды, машинамен барамыз. Көлікпен шығайын деп жүрсіз. Көлікпен шығамыз, сол Мен өзімді айтқам, баланы біраз жаңағы жолда қиналып кетеді. Сосын кейін енді бәрі жақсы болса, бір 2-3 күнге бір қонаққа барып жатсақ, бірге алып барамыз деп. Просто енді былай тез болып жатқандықтан бала шаршайды. Өзім негізі Назымға айтқам, жолдан қиналып қалады, керек емес деп, сол бірге шыға берейік деп сөйтіп шештік. Анаңызға айттыңыз ба, біле ме сапар жайлы? Иә, білет. Ол кісіні бірақ мына жұмыспен 2 күн көрген жоқпын. Әйтеуір телефонда отырып әңгімелесіп, ол кісі бағанада таңертең звондап 2-3 рет звондады, қалай уайымдама, бәрі жақсы болады, қолдап жатыр. Енді бағана студияның артында отырып біраз енді кішкене бір жағдайларды естіп қалдық та. Енді былай бір айтатыным, өмір бір-ақ рет беріледі. Әр минутқа, әр секундқа бәріміз қуана білейік. Қандай жағдай болмаса да, қазір мысалы 1 минутта не болатынын білмейсің. Сондықтан да 20 секундта ойбай анда. Бізде 20 секунд деген девизіміз бар, өзіміздің кішігірім. Сол енді жарайды 20 секундта мысалы болмайсың, не екен білмей қаласың да, не болуы мүмкін. Сондықтан бәріңізге бір тілек айтқым келеді да, ешқашан уайымдамаңыз, тек қана күлкі кетпесін. Мына індеттен бәріміз аман есен шықсақ, үйімізде қуаныш болсын, ата-аналарымызды бәріміз қуантып, сондықтан да еш уайымдамаңыз деп айтқым келеді, енді бәрі жақсы болады. Рахмет, бізге тілек айтып жатыр Арсен мырза. Мен сізге, сіздердің тойларыңызда тілек айтайын деген тілекті айтқым келеді сіздерге. Ал біздің қатысушыларда енді қандай сөздермен шығарып саласыздар? Негізі. Ау? Жоқ, жалғыз бармаймыз, менің құрбым барады, және де құрбымның қазір тұрмысқа шығайын деп жатқан жігіті. Болашақ жары барады. Екіде екі жұп болып барасыздар. Есік қаласынан екен да, екеуі де рулар да бірде екен. Албан ішіне сары деп қойды. Енді Аруф пен Алияға айтып жатыр ғой, если что, ертең күн сендерді есіктен ұялсаңдар, есікті көрші боламыз деп. Түсінікті. Кім? Санжардан бастайықшы. Бүгіндікке мүлдем сөйлемеді. Енді сөйлегім келіп отыр. Қош келдің, Арсен мырза. Сұрайын дегем, осы жерде той болады ма, осы студияда? Если той болса, қалай ойлайсыздар, кім дружка болады? Екеуіңізге осы жерде де және жобадан сырттай ойларыңызда бар ма? Міне осы адамды мен қойсам дұрыс болады деген сияқты. Енді көріп отырмыз ғой, ақырындап қадам жасап тойға да келе жатсыздар. Оны айтпау мүмкін емес, ол болатын адамдар. Сол үшін екеуіңізге сондай бір жақсы сұрақ. Мен шыны керек, ол жағын басымда өте көп анандай информацияда, көп жаңағы ойларда, ол жағына әлі жеткен жоқпын, пока ондай ешқандай ой жоқ, өзімде лично. Назымда енді білмеймін, ол жақтан ойланған шығар. Сенде бар ма ой? Жоқ, мен негізі алдында Алияға айтқам ғой, егер де сен бұрындар құрбы болып жүргенде, егер де тұрмысқа шықсам, сен жолдас қыз боласың деп айтқам. Сонымен осы жақында айтып жатырмын ғой, сен Аруфың бар, қызғанып қалады шығар деп. Соған ренжіп қалды ол. Алия? Иә. Біздің Алия енді сондай тез ренжіп қалады, кішкентай қыздар сияқты. Бірақ тез қайтады. Ал енді Санжар, бұл сұрақтың жауабын кейін айтсақ бола ма? Қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емеспін. Санжар өзі болайын деп тұр ғой деймін. Ұмытып кетпесе, осы сұрақтың жауабын жақсы болатын еді дегенім ғой. Қазірге жұлысты болсын деп Санжардың өзі болайын деп отыр ғой деймін десең. Күшті кетті. Бағалағанға рахмет, Санжар, ол болсын. Мен де мына жерде Назымның қасында подружка болсам ештеңе қылмайтын шығар, кім Назым? Андай не болса, енді мен те қосып қойсаң болады, жаңағыдай таңдау болады ғой сол кезде. Арсен мырза, қош келдіңіз. Мына жерде негізі барлығы айтып жатыр ғой, жақсы тілектердің бәріне қосыламын. Жолдарыңыз болсын, бүгін жақсы, күшті көңіл күймен барып, күшті көңіл күймен қайтыңыздар. Құдай қалса, осы жерде тойда, осы студияда болатын тойда, Құдай қалса, бірге тойлайық. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсінші, аумин деп қойыншы. Өзі айтып жүр, Маған үміткер болғыларыңыз келсе деп. Айта қойыңыз, дұрыс? Айтыңыз. Егер де маған үміткер болғыларыңыз келсе, дәл осылай Арсен, Назым сияқты жұп болғыларыңыз келсе, маған келіңіздер. Тамаша, Жаннат, ұлбосыннан кейін сіз сөйлеу керек сияқтысыз, білмеймін неге, сондай бір сезім менде. Диана ханым ұлбосынға артқа қарап айтып отқан ғой, маған ол Назымға айтшы, маған бір шоколад берсін, давлением түсіп кетті деп.
Соған дружканың иә шаймен ішем шаймен. Назым дружканың ішінде мен де бар шығармын, иә? Бұл жерде қан қысымын көтеретін тәтті жоқ екен. Жоқ па екен? Иә. Жоқ, ана ішінде көріп тұрма, болады ана белый ана. Ол деген. Болады. Гизат, егер сыртта бір шоколад болса, жарнамада дайындап қойшы. Жанат апаң жегісі келіп кеткен сияқты. Жаңа дружканың ішінде мен де списктің ішінде бармын ба деп. Әйтеуір біресе шоколад сұрайды, біресе жігіт сұрайды. Жанат сонда енді. Иә, мен 2 жасқа енді айтатыным аман сау барып келіңіздер, ары қарай той болсын, маған да жұғысты болсын. Көбейе беріңіздер, жақсылық қана тілеймін сендерге. Рахмет. Рахмет, Алина. Жоқ, негізі бағана Санжарға айтқан болатын, сол қойшы сол сұрақты депші. Сіз Сол қойғыздыңыз әзіл ба? ретінде қойдық, иә, до этого мысалы эфирдің сыртында біз Назыммен сол туралы сөйлескен болатынбыз. Дружка, кімді қоясың деген сияқты. Сол кезде Алия естіп қойды да, ренжіп қалған болатын да, Назымға. Сосын Назым тұрып, жоқ, мен Алинаны қоямын деп сөйтті да, қалжыңдасып. Сол, егер де енді сондай бір мүмкіншілік болса, әрине мен боламын. Мәссаған, кәдімгідей қыз жолдас болам деушілер көбейіп кетті ғой біздің арамызда. Болашақта халықтың таңдауына саламыз ғой деймін. Жоқ, халықтың таңдауы сразу Жанат болады ғой. Өзің қой береш, так что. Дарина не дейді екен, Даришок? Бірақ та мен дружка болмай қояйын, маған жетті уже бір рет. Бірақ сендерге бақыт тілеймін, жақсы барып келіңдер. Сол сүйде той болсын. Вот. Рахмет. Иә, Бексұлтан, өзіңнің әпкеңе Ой, әпкеме, ризамын әйтеуір, қашан келсең әйтеуір, не болса да, не бірге бөлісіп жеп әйтеуір, мына жерде поддержка беріп, бәрін әйтеуір, жездем деп басында естіп атап кетіп жүретім, сөйтіп жезде болып келатыр ғой енді. Иә. Настоящий жезде болсын енді. Осы бүгін естіп қуанып отырық, иә, аман-есен барып қайтыңыздар, бұйырса Алла бұйырса, осы жерде үлкен болмаса да кішігірім ниетпенен жақсылап бір әпкемізді жақсылап шығарып салайық. Бағанадан бері қуанып отырық, Диаспен де танысыпсыз. Ары қарай айтады ғой, бақыт болыңыздар, екі дүниенің бақытын берсін. Ең бастысы осы барған кезде аман есен барып, міне таныстық, ұнады, осылай дегенде хабар күтейікші осы жақында. бұйырса, Мұса? Жаңа мен те списке қосыңдар деп келе жатыр ғой. Перизат ханымға неге бермейсіңдер? Перизат ханымды айтатын шығар деп қоямын, деп ойлап отырмын. Жаңа мен де списке үндемей отыр ғой енді. Мынау енді жолдарыңыз болсын. Жалпы қатты қуанып отырмыз осындай керемет жұптың арамыздан шығып жатқанына. Осы жерде енді үйлеріңізде той болмаса да, осы жерде үлкен көңілдеріңізбен кішігірім дастархан жайып, керемет осы қуаныштарыңызға ортақтаса берейік. Жақсылық бәрін тілеймін сіздерге. Рахмет, Мұса. Ал енді Мұсаның ұсынысы бойынша Перизат ханым, сөз сізде, сіз не дейсіз? Жоқ, болмаймын. Болмаймын. Жоқ, болмаймын дейді. Мен де өте қуаныштымын сіздер үшін. Жаңа жолдарыңыз болсын, барып аман есен келіңіздер. Рахмет. Перизат ханым, сіздің ойыңызша қыз жолдас кім болу керек? Білмеймін, өзі қай қызды ұнатады, сол болсын. Сол болсын, иә? Былай нақты айта алмайсыз. Әрине, ешкімді ренжіткісі келмейді. Перизат ханым, тағы кім пікір айтамын дейді? Агата, Рамазан, Кармела. Бүгін үшеуі де үнсіз. Арсен, Назым, осы қалыптарынан таймаңдар. Қызылордаға күшті барып келіңдер, Шиелі дедің ғой, иә? Мен жерлесімсің ғой. Шиеліге күшті барып қайтыңдар, аман есен. Сол жақтан бір воздух па, бір песок па бірдеңе кеш, потому что өз жағымды сағындым. Шиелінің топырағын алып келе. Қызылорда жақтыкін. Вот, всем привет передавайте сол жақтан. Обязательно. Ал енді Рома, Кармела, сіздер бүгін кәдімгідей сөзге жоқ болып отырсыздар. Не себеп, не түрткі? Не деймін, әрі жақсы сөздердің бәрі айтылып жатыр ғой енді. Сол жақсы сөздердің бәріне қосылам. Аман есен барып келіңіздер, бақытты болыңыздар. Сол ізгі тілектерге қосыламын.
Тойда отыр. Әсем. Тойда отырғанда сезініп отырсыздар ма? Ал, дайындала беріңіздер. Иә, Назым, Арсен, енді осы айтқым келеді да, барша келетін үміткерлер осы Арсен мырзадан үлгі алса екен деймін. Нағыз жігіттің серісі осы жердегі барлық үміткерлерге үлгі болатындай жігіт деп айта аламын. Сондықтан шынымен де барлық қатысушылардың тілектері періштенің құлағына шалынсын, жолдарыңыз болсын, тек қана бақытты болыңыздар. Әмин. Осы тілектердің барлығына қосыламыз. Және шынымен де сапарларыңыз оң болсын. Аман есен барып, Назымның әке-шешесімен танысып, Арсен мырза? Енді ренжімесеңіздер, мен Назыммен сразу біз студиядан шығып, жолға шыға берсек, егер қарсы болмасаңыздар, өйткені дайындалу бар, жаңағы Диас күтіп жатыр. Әрине рұқсат. Сіз тұрған кезде Назымды кез келген жерге жіберуге біз дайынбыз. Бүгін эфирден алып кетесіз ғой. Келесі эфирде мүлдем жобадан алып кетіңізші. Келістік қой. Ал сапарларыңыз оң болсын. Бізден сәлем айта барыңыздар.